сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз ақ ірімшіктің пайдасы. Сүтке айран қосып ірітіп қайнату арқылы әзірлейді. Кейде ашып қалған өздігінен ұйыған сүттің айраннан сүзу арқылы да ақ ірімшік жасалады. Ақ ірімшікті қамырға орап, үстіне май салып, табаны қоламтаға қойып пісіру әдісімен бүркеме нан делінетін сүйкімді ас әзірлейді. Ақ ірімшік кариестің алдын алады, себебі 60% кальций құрамын күшейтеді. Сілекейді молайту арқылы кариес пен қызыл етті қабындыратын заттардың пайда болуына кедергі жасайды. Ағзада тез сіңеді. Оның құрамында белок, сүт қышқылы, темір және магний бар. Құрамындағы кальций тұзы мен фосфор сүйек ұлпасы, жүйке жүйесін қоректендіру және қан құрамындағы гемоглобинді түзетуіне әсер етеді. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.